Қазір бізде сауат ашу сабағы тақырыбы біздің кафеде буын 9-шы қоңырау. Сабақтың мақсаты мәтінде автордың кім, не туралы айтқысы келгенін түсіну, сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау. Балалар, оқулығымыздың 24-ші бетіндегі 2-ші жаттығуға назар аударайық. Не дәмді? Құстар мен жануарлар бір бас қосқанда қандай тамақтың дәмді екенін талқылапты. Сонда тауық, ең дәмді тамақ тары депті қытқыттап. Тапқан екенсің дәмді тамақты, кеміріп жейтін сүйекке не жетсін дейді ит абалап. Бірің де білмейсің, күтірлетіп жейтін сәбізден артық ештеңе жоқ, дейді қоян екі құлағын тікірейтіп. Жас шыбықтың қабығынан дәмді не болушы еді деп ешкі маңырапты. Шіркін, қою сүтті айтсаңдаршы деп мысық тамсанады. Сөйтіп әрқайсысы өзі жақсы көретін тағамды мақтап келсе алмай тарасыпты. Мәтін мазмұнына қарама-қарсы пікір айтып көріңдер. Қане балалар, ненің дәмді екенін сендер айтыңдаршы. Балалар, тауық, тары, мысық, сүйек сөздерін буынға бөліп, дәптерімізге әдемілеп, көркемдеп жазайық. Оқулығымыздың 25-ші бетіндегі 3-ші жаттығуда сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Тары адам ағзасына пайдалы. Тарыдан түрлі тағамдар жасалады. Осы сөйлемдерді әдемілеп көшіріп жазамыз да, сөйлемдегі сөздердің буын санын анықтауымыз қажет.